Армысыздар қазақтар. Бұған жауап бермей қоя салайын деп едім, бірақ әлі көңілімдегідей бір жауап естімей жатырмын да. Бәрі ақтер көктер болып, камерасы барлар сөйлей алатындар, одан да жоғары тұрған блогерлер, инстаграм болсын, не болсын, ойбай да ойбай. Грузин қатын бүйтіп айтты, жаңағы сол баяғы 2-3 күннен бері біліп жатсыздар ғой, енді кім әңгімесі екен. Атын да айтқым келмейді, суретін де қойғым келмейді әйтеуір. Ұлты грузин, бірақ ол сатқын, ешқандай да грузин емес. Путиннің режиміне сатылып кеткен қатын. Мен түсінбей жатқаным, ол бізді мәңгүрт дей ма, ол бізді басқаша дей ма, олар бізді чернокаменный дей ма, бізді мамбет дей ма, бізді не дей ма. Оның бәрі көзбояушы операция. Оның бәрі провокация. Қазір желіде сол шулап жатыр, блогерлерге төлеп жатыр, соны шулатып жатыр әбден. Динара Сатжанды, сол Нұр Отан аманаттың адамы, оғанды төлеп, ойбай, әйтпесе ұлтшылында болса неғып, бұрын сөйлемей қалыпты ондай нәрселерді. Бәрі төленген, бәрі алдын ала жоспарланған, анда хаттама бойынша жұмыс істеп келе жатыр олар. Қаңтарда бүйтеміз, ақпанда бүйтеміз, наурызда бүйтеміз деп кәдімгідей отыр жоспарлап, медиалар болсын, маркетинг болсын, SMM-шіктер болсын, кәдімгідей бүйтіп жазып отыр, жұмыс істеп отыр олар. Бірақ мен халыққа, менің көрермендеріме, мен сияқты ойлайтын пікір адамдарға айтарым, бұның бәрі провокация, бұның бәрі алдын ала ойластырылған, ұйымдастырылған нәрсе. Олар солай ойын ойнайды. Біз мына жақта, біз емес, енді ауыз ашық, аузынан су ағып отыратындар соны, ой, андай екен, мындай екен деп сөйтіп жүйке жүйесін сойқа қарай ойын назарын аударатқанда, мыннан шекарадан бірдеме болып жатыр ма, мыннан басқа бірдеме салып жатыр ма, мыннан қару тасып жатыр ма, мыннан жігіттеріміз әскерге әкетіп жатыр ма, мыннан ақшаны жуып жатыр ма, мыннан долларларды сатып жатыр ма, рубльдерді сатып алып, құдай білсін не болып жатқанын. Оның бәрі телеарна, ол керемет провокациялық құрал, керемет миды улайтын құрал. Сондықтан ана жылдары Жириновский, одан кейін Никонов, одан кейін ойбай Қазақстан солтүстігі біздікі, ойбай бірдеме, ойбай шірдеме. Енді келіп қазақтар мәңгүрттер деп анау намысқа тиетін сөздерді олар жақсы біледі ғой біздің өмірімізді. Біз ашық-шашық, жайсан қазақпыз ғой. Сондықтан ит үреді, көрген кешеді, басты ауыртпасыншы.